Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерге бүгін шпинаттың пайдасы мен зиянын айтатын боламын. Шпинат витаминдер мен микроэлементтерге бай өнім және төмен калорияда болғандықтан диеталық мәзірге ұсынылады. Жалпы шпинаттың құрамында ретинол, фолий қышқылы, аскорбин қышқылы, К дәрумені, калий, магний, темір, кальций, натрий, марганец, йод витаминдері бар. А дәрумені терінің, шаштың күйін жақсартады. В12 дәрумені көздің жарықтық сезімталдылығын арттыруға көмектеседі. С дәрумені қан тамырлары мен капиллярлардың жағдайын жақсартады. Ғалымдар шпинатты қатерлі ісіктің алдын алу үшін қолдануға болатынын анықтады. Шпинаттың әйел адам ағзасы үшін берер пайдасы өте мол. Оны үнемі қолдану етеккір циклын қалыпқа келтіреді және іштің төменгі бөлігінің ауыруын азайтады. Ал ерлер үшін ол тестостерон гормонын жоғарылатады. Ал шпинат шырыны витаминдердің тапшылығын, жүйке жүйелерін, жүрек ауруларын, салмақ тастауға және де тәбетті ашуға көмектеседі. Қышқылдықты азайту үшін басқа да көкөністермен, жемістермен араластырып жасауға болады. Ал шпинаттың зиянына келетін болсақ, жаңа піскен шпинатты дұрыс қолданбау ас қорытуды және диареяны тудырады. Шпинатты қуықтың жедел және созылмалы ауруларында, гастрит, асқазанында ойық жарасы бар, өті қабынған, бауыр циррозында және бүйрек ауруларында мүлде қолдануға болмайды. Ақпаратым ұнаған болса, менің каналыма жазылыңыздар.